Аға, тойымыз сенбі күні еді. Осы мешітке келіп, оған дейін некемізді қидырып алайын деп едік. Дұрыс, бәрекелді. Әділет мырза, Алла берекетін берсін. Жалпы үйлену бұл дінімізде пайғамбардың сүннеті болып есептеледі. Пайғамбар өзінің бір хадисінде айтады: үйленіңдер, көбейіңдер, мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын дейді. Бірінші, махр сыйлығы деген дүние бар. Махр сыйлығы. Бұл әрине некенің шарттарынан болып есептелмейді. Дегенмен, неке қиылу барысында әйел кісінің күйеуінен сұрайтын сыйақысы бұл берілуі керек күйеуі тарапынан. Ал қарындасым, махрге не сұрайсыз? Астананың ортасынан 3 бөлмелі пәтер, және дәл қазір болғанын қалаймын. Шанар, сен есің дұрыс па сенің? Сен менің жағдайымды біліп тұрсың ғой? Сонда біле тұра соны менен сұрайсың ба? Еще қазір болсын дегенді қалаймын деп тұрсың ба сонда сен? Жан, дұрыс түсінші өтінем. Маған құрбыларым айтты, Астанадан пәтер сұра деді. Солардың азғырығына еріп кеткенім ғой. Кешірші өтінем. Жүр онда солармен неке қидырдым. Қыздардың азғыруымен. Осы сен подружкаң сендердің, сен түбіңе жетеді бар ғой. Керек емес екен маған алдай неке. Сабыр етіңіздер. Әділет мырза, сабырға келіңіз. Алланың үйі мешітте отырмыз. Аға, имам аға, осы махрды алып тастаған жоқ па осы Қазақстанда? Әділет мырза, әрине бұған қатысты бізде пәтуа шығарды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қара шаңырағымыз бұл мәселеге қатысты үкім шығарды. Үкімде махрды алып тастаған жоқ. Бәлкім егер келін, яғни қалыңдық берген қалың малды махрын деп қабылдайтын болса, онда махр бермеуіне болады. Ал егер қалыңдық берілген қалың малды махрым деп қабылдамайтын болса, онда махр беруіміз керек. Себебі бұл махр маңызды дүниелердің бірі болып есептеледі.